Komik Asi, hurmat qo'shimchalarga. Aslanbek, sabah Assalomu alaykum, qaysizlar? Xo'sh keldingizlar. Bugun uydagilar jayli aytaman men. Uydagilar shashatdi o'zi бар ғой. Сенбейтін нәрселерге сенеді кәдімгідей. Мысалы, біреулеріңіздің үйлеріңізде болуы мүмкін ол нәрсе. Біздің үйде әлі күнге дейін бір бақа бар біздің үйде мындай. Аузына тиын қыстырылып тұрады. Маманың ойынша ол үйге ақша шақырады біздің. Ойлашы, бәріміз аузымыз ұрылып үйде жұмыс жасаймыз. Но үйге келген ақша бақаның арқасы маманың ойынша. Обидно бар ғой просто. Мысалы, біздің үйде бақаға тіл тигізуге болмайды. Себебі ол біздің үйге ақша шақырады. Мысалы, шайдың басында мама мынау болмайды қате деп айтып қалатын болсаң, бұл автоматын бақа бейсің сен уже болды. Бір жер жарайын деп жүрсің сен уже болды. Мен ойлаймын, ана бақа қалай ақша табады деп мен ойлаймын, мүмкін натуре табады шығар, может деп бар ғой. Бәріміз ұйықтап қалған таксовать етемін. Не істейді ол, қалай ол деп бар ғой. Айтам, мама давай бәріміз бақаға қарап отпай жұмыс жасайық. Мысалы, қазір үйде еще мама бүйтіп ойлайды, айтпақшы, мен мамам банкке бармаса екен деп қорқып жүрмін қазір. Мама банкке барады, банк вам отказын десе айқай шығарады, қайыршын ал деп түсінсе біз үйде бақа бар емес па деп. И мысалы, біз қазір бақадан бөлек үйге уже мама сыпырғыштар әкеліп бастады, ақша ілінген. Үйге ақша шақырады дейді. Еще гүл бар біздің үйде, ақша шақыратын үйге. Үйге ақша шақыратын зат толып тұр үйде. Ақшаң өзі жоқ тек қана. Мен түсінбеймін бар, қалай ол ақша шақырады, сыпырғыш дворник болып жасай ма, не істейді олар дейтін. Сосын біздің мама олжа дейтін затқа қатты сенеді кәдімгідей. Үйде шай ішіп отқанда шайыңа шыбын түсіп кететін болса, шебер ештеңе етпейді, олжа дейді. Тамақ ішіп отқан тамағыңнан қылшық шықса, ештеңе етпейді, олжа шебер дейді. Мама ол олжа емес, салақтық ол дейтін. Қыс болды, үй әлі шыбындап жатыр. Мысалы, бір күні үйден сыртқа келіп тұр, қуанып кіріп тұр, не болды десем, басыма құс түсіп қойды, олжа дейді. Мама ол олжа емес, сен просто бір іші өтіп батқан құстың астынан өтіп кеттің байқамай. Жүрмейтін жерлермен жүресің просто сен дейтін. И мені сосын кейде шаршататын нәрселер тағы, мені мына нәрсе шаршатады. Түнде барлықтарыңыз YouTube қарап жатқан кезде кино айтушы дейтін шыға ма барлықтарыңызға? Бірандай 10 минутта киноны түсіндіріп береді қазақша қылып. Шыға ма сіздерге? Бір ананы қарамай өтіп кетейін десең болмайды, анау кәдімгідей астындағы жазулар жаман қызықтырады сені. Мұғалім оқушысымен ойына келген жасады дейді. Қалай қарамай өтіп кетесің ананы дейді. ВК-дан бір сағаттығын тауып аласың ана киноны. Бірақ бүйтіп айналдырып іздеп отқанда сен ойлағандай кино болмай шығады бір. Мән мағынасы бар кино болып шығады ана. Сосын менің тағы бір өмірде түсінбейтін затым, қыздардың мына жерін түсінбеймін мен. Бір қызбен жүріп атасың ғой, айтады ана қыз, пауза ала тұрайық дейтін. Не сол пауза ала тұрайық дейтін? Жоқ, ол қалай кино емес қой саған, ортасына паузаға қойып, шаруаң бітіріп, қайтып келіп жалғастыра беретін. Отпуск емес, не ол пауза ала тұрайық дейтін, қалай түсінесің оны? Мысалы сенбеңдер жігіттер, қыздар пауза ала тұрайық десе, ол жүрмей ақ қояйық дегенде аккуратын жеткізу просто. Мысалы менде болды сондай баяда, маған біреу пауза ала тұрайық деді, 3 жылдан кейін универмагта 2 баласымен жүр анау деді. Мен қасына жетіп бардым, сразу пауза ше біздің деп. Мен қан жақта пауза тұрды, сенікі қалай жүріп кетті, тұра тұршы. Мен де осы жерде стендамды паузаға қоя тұрамын, мен де осымен бітті, рахмет!